бізде актер және бодибилдер. Мына жақтан сатаста. Ой, красавчик! Төрт! Эх! Ой! Ой! Шап! Ей! Жақында! Жақсы! Сосын құлап түсе ма деп шошып кеттім. Ербал, сені жек кеттім ғой мен. Қатты берме. Таш шайнап құм түкіреді дейді. Бұл кісілер темір шайнап пластмасс түкіреді ғой. Қарасайшы, қолды аяу керек қой, мені қап-қызыл қолдың бәрі, мені. Бірден ішкен ғой, намаз. Темірді тізгіндеген жігіттер атқа отырудың өзі де оңай емес негізі. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Ақбар Жармағанбетов. Бүгін бізде өте ерекше шығарылым, өйткені біз Кемертоған деген ауылға келдік. Бүгін біз палуандарды жарыстыратын боламыз. Бүгін бізде қонақта Рүстем Бекмұрзаев, бодибилдингтің чемпионы. Рүстем, қалайсың? Дайынсың ба? Дайын. Я бір қой ұстап көрдің ғой, я? Өте қызықты сайыстар болады. Және де Ербол деген бауырымыз. Бүгін бізде актер және бодибилдер. Сонымен достар, бірінші сайыс разминка. Жігіттер қойларды ұстау керек. Қазір Рүстем бастайды. 3 минуттың ішінде қаншама қойларды әкеледі. Көрейік. Бізде қазір секундомерді қосады. Ал, 1, 2, 3. Мен ажақтан сатаста. Ал, келе жатыр. Ой, бұл жерде скорость керек. Қатты жүгіру керек. Екіншіден қойды ұстап алу жеңіл емес. Мінеке, міне. Ай, болмай қалды. Келе жатыр. Рүстем. Ал, мінеке. Оп. Ұстап тұрмыз. Жақында Рүстем. Сол жаққа талқып. Өте жақсы. Ау. Ай, жарайсың. Бір қой ұсталынды. Бір ұпай. Жалғастырамыз. Рүстем, тақа. Тақа. Сол жаққа тақасайшы. Ұстасыз. Ай, красавчик Рүстем. Тастап. Екіншісі кетті. Давай, Рүстем. Болды ма? Дыхалка кетті, е-мая. Рүстем красавчик 2 қой ұстап алды. 2 ұпай. Жеңіл емес, көрдіңіздер. Өте көп күш кетеді. Әсіресе қатты жүгіру керек. Рүстемнің қазіргі салмағы 125 келі. 2 қой ұстады. Қазір Ербол қалай ұстайтынын көрейік. Актер, каскадер, палуан. Енді қара күшті көрсет, Ербол. Давай, Еренат, 1, 2, 3, бас. Алдыма менің келгендер таңғалар. Ауылдан жігіттер биік санға бар. Алаштың қыздар, ауылдан шыққандарға бұлан арналар. Ой, красавчик! 4. Әдел келетсің, ай, красавчик! Давай, тарт! Шамалы қалды! Ай, жарайсың!
өстім жанарда жасын ойнап шыбықты ақып мініп асыр сап алансыз 46 секунд әлі. Көп уақыт бар. қозы бағып шаңында ойнап Мінекей, Үшіпай әдемі. шайнап сайрап тойлап күліп ойнауда ата әже тәрбиесіменен қасиетін өсиетін ойда сақтағанмын ауылдан шыққаныма мақтанамын сеніммен болашаққа аттанамын маған ештеңе керек емес Әдемі, красавчик. Ал, жеткізіп ал. Міне кішкене қалды. 5 ұпай болады. 5 ұпай болады. Сәт. Ай, жарайсың. Жарайды, шаршады. Бұл жерде дықалқа керек әрине. 5 ұпай. братаным қиын түсініп Қалай? Қиын ба? жоқ қиын дейтін аса қатты қиындық жоқ просто тұрмайды да орында Жүгіру керек, оңай емес Әдемі. Ал достар, енді мен өзім ұстап көрейін. Енді мен бастаймын. болды Қойды мен 1-2 рет қана ұстағам ауылда. Енді көрейік. андай жақсы сөз бар Акбар ағам үлкенге қарағанда кіші чапчаң болады дейді енді көрейік соны қазір Көрейік. әп бәрекелді ой бітті онда ой жүрегі бар бойларында жігері бар біз боламыз кімдейтін ұландарын қалың елдің сырластары шынға шықпай әп бәрекелді міне қанжығаға түсірді бір ұпайын оңай емес міне қанжығада бір ұпай Сонымен қойлар ұстатқызбай қашты. Ұстаған бірақ қой болды. Жарайды. Солай болса да. Осымен келесі сайысқа көшеміз. бекер жерім менің де айтқан ау сөздерім таңдай Ал мінекей достар, бірінші сайыс өте қызықты, жақсы өтті. Ербол победитель. Ербол жеңді. Екінші сайыста Ербол бастайтын болады. Ербол қалай жалпы тәжірибең қалай? зор ғой зор бірақ сәл кішкене үзеңгісі не болып тұр әйтпесе енді білмейміз қазір қалай болады енді Негізі опытың бар ғой, талай шаптың ғой, шауып жүрдік қой Ал, қазір бәрі заты үстіне алып шауып беремін десең жақсы. Онда секундомерді қосады. Қазір 3-тен бастаймыз. Анау тұрған заборға дейін бару керек. Сосын қайтып келу керек. Кім тез келеді, осы жаққа дейін. Сол жеңді. Сонымен біз бастаймыз. 1, 2, 3, кеттік. Ай, берілмейді, қараңдар. Ат деген сондай. Бұр! Берілмейтін ат екен. Негізі жуас деген, үйренбеген ғой. Үйренбеген, Бұл енді атты кішкене үйрету керек қой бәрібір. Бас! Атты үйрету керек. Мінекей достар. Осымен тоқтады. Ербол болмай қалды. Жақсы адам деген. Асықпай келе бер, Ербол. Асықпай келе бер. Келе жатыр, уақыт келе жатыр. Қанша уақыт өтті, Ренат? 47 секунд өтті. Ал. Шап! Шап батыр! Келе жатыр. Кел. Стоп, время. 1 минут 5 секундта келді. Ербол, асықпай. Не болды? Қандай кедергі болды, Ербол? міне кедергі болған мынау мына Қытайдың нәски кедергі осы болды Қытайдың нәски бәле болды дейсің ғой. Жарайды енді, Ербол. Екінші мүмкіндік болмайды, өкінішке орай. Қанша уақытқа келдің, солай болады енді. 1 минут 5 секунд. Жақсы нәтиже.
Мен білмеймін, сол 3 минутта жететін шығар. Келесі бастайтын Рүстем. Ал Рүстем, тоқта, асықпа. Бірінші кішкене отыра тұр, үйреніп ал. Асықпа. Оп, тұр, тұр. Оп, тұр, отырдым. Рүстем, айта кетші, тәжірибең бар ма? Аз енді көп емес. Көп емес, бірақ шаптың, бір? Шаптым. Ал, Рүстем қалай шабатын көрек? Асықпа, әйтеуір сақтық бірінші орында жарайды ма? 3-тен бастаймыз. 1, 2, 3, кеттік. Заборға шап! Ай, жарайсың, өне. Батыр деген осы. Өте жақсы стап келетір. Әдемі. Бұрыл. Мәнеке қорқпайды. Нағыз батыр қорқпайды. Қарсаңдаршы қалай шауып келетір. Эй, жақында. Жақсы. Ай, Рүстем, жарайсың, красавчик. Өте әдем болды, өте жақсы. Қалай? Айта кетші, жылқы қалай берілді саған, Рүстем? Қалай берілді? Жылқы жеңіл болды, Жеңіл болды. Қатты қиналған жоқсың да? Жоқ. Походу сенің салмағыңды көріп, жастау болды. Дұрыс, жарайсың, 30 секунд өте жақсы нәтиже. Енді мен барып шауып көріп көлейін. Осы жерге Ринат ағамызға келіп тұрмыз. Бұл аттың аты қалай екен? Торат, негізі шабатын аты ғой, Шабатын көкпардан. Көкпардың аты. Мінеке. Енді Ринат ағамыз қалай шабатын көрейік. 1, 2, 3, кеттік. Мінеке. Ай, қалай шауып келетір, Әдемі. Осылай шабу керек қой. Ой, қорқтым. Әдемі. Ай, кайф, жарайсыңдар. Кішкене қолбал ұттым, шын айтсам. Жарайды, көрейік. Бастан ұрыңыз, бастан. Бақ чекеден ұрсаңыз қатты шабады. Давай. Ойдың кішкентай болған осындай жерде жақсы да? Тақымға жақсы отырасың да? Зөңгінің ұзындығы кішкентай, жақсы әдемі. Ой, кетті анау. Құлады анау дейді. Бірдеңені қопарды ана жақта. Қазіргі күнде темірде тізгіндеген жігіттер атқа отырудың өзі де оңай емес негізі. Мен көріп тұрсыздар ма? Бәрекелді. Анау соңына дейін барғанда, анау жоғарысына үміт кетті ғой. Сосын құлап түсе ма деп шошып кеттім. Тыңдамайды, ат тыңдамайды, мінезі бар екен. Соны кішкене отырып үйрену керек. Бұл темір көтергенде емес, ат деген бабы керек. Бірақ олай болса да Ербал сені жегіп кеттім ғой мен. Рас қой, Біз қазақ жас сыйлаған халық. Біз жас сыйлаймыз. Болды. Әдемі шыққан. Екінші сайыс жеңген Рүстем 30 секундта. Мен екінші орындамын дейсің. 2-3-те. Әдемі. Үшінші сайысқа көшеміз. Қызықты болады. Үшінші өте қауіпті сайыс. Біз енді барынша осы сақтық болсын деп осындай жастықтарды бәрін қойып қойдық. Қазір бір жағынан темірде ұсталып тұр. Жіп екінші жағынан қазір ат әр жаққа қарай тартатын болады. Соны барынша кім көп уақыт ұстайды, сол жеңетін болады. Сонымен біз бастаймыз. Ринат асықпай жай бер. Рүстемнің қол жылы болмасын. 1, 2, 3. Жай бер. Стоп. Ежи. Ой, сқапты берме. Стой. Стоп.
қатты берме. Тоқтат. Болды. Братан, мен сен үшін қорқып тұрдым, шын айтам. Ойлаш, қаншама күш. А? Сколько вы здесь атмосфер? Сколько лошадок здесь? Жеңіл. Қалай болды? Иә? Тағы ұстауға болады ма негізі? Иә, болады. Иә. Рүстем бәрі жеңіл, Рүстемге бәрі жеңіл. Айта береді. Соғанға қарамастан 29 секунд ұстады. Бірақ қараңыздар, қолы бәрі, мінекей, қол бәрі жеңіл дейді. Міне, батырлар ешқашан берілмейді, ешқашан мойымайды. Мінекей, қолдары жырық, бірақ соңына дейін барады. Шын айтсам, мен өзім өте қатты қорықтым, қол алжыдым. Ендіки, Ербол, бергел, қашма, тығылма. Мамамыз деп жатыр. Жай бастаймыз, Ербол, қорықпа. Ербол, бұл жерде бұлай ғой. Бірдеме болса, сен тоқтат десе жарайды ма? Аха, сол кезде біз тоқтатамыз. Ең бірінші ол сақтық. Сол, қазір Ербол бастайды. Ербол, бұндай бәлелерді негіз көріп педің. Осыған құсаспа, ат ұстау, аттың астына кіріп көтеру деген нәрселерді көріп педің. Көрдік. Көрдің ба? Болды, онда тәжірибе бар. Әйтеуір сақтық бақшалығына дейді. Бұл жерде енді оңай емес қой. Рәкең енді бұл қанша деген спортпен айналысып жүрген кісі. Темір жұлады, темір шайнап. Баяғы мынандай мақал бар еді ғой. Тас шайнап құм түкіреді дейді. Бұл кісілер темір шайнап, пластмасс түкіреді ғой. Бірақ бұл қаланың жігіттері. Ал сен қарапайым қазақтың қара күшісің. Көрейік енді қазір. Біз қаланың жігіттеріміз ғой. Бірінші рет келіп тұрмыз ғой. А сен болған жердің. Біз жаймен бастаймыз. Сонымен бізде ат дайын. Осымен достар, Қазақстан алға дейміз. 1, 2, 3 бастаймыз. Жай бер. Жақсы. Таптыр. Әдемі. Жақсы. Стоп, Рина. Аха, қол жуып кетті. Қалай? Бола ма тағы? Бола ма тағы? Ұстауға? Болады. Қанша секунд болды? 12 секунд. Қорқтың да сен бүйтіп жұлып алыпты да, екі жағынан. Мәнеке. Жоқ, қалай жұлып алу? Қарасайшы. Қолды аяу керек қой, мені қып-қызыл қолдың бәрі. Мәне. Рүстем 30 секунд ұстады. Қазіргі уақытта Ербол 12 секунд ұстаған. Тағы бір мүмкіндік береміз. Баста. Кеттік. 2, 3. Стоп. Болмады. Ай, жарайсың. Красавчик, бұйырмады. Осы жолы бұйырмады. Үшінші сайыс өте қиын болған, көрдіңіздер. Енді Рүстем бұл сайысқа дайын болған. Алдын ала айтты, өзі мен осы жылқыны ұстайым, жылқыны көтерем деген. Осы сайыс Рүстем жеңді. Достар, қазақтың жігіттері жеңді. Осындай қызық 3 сайыс болды бізде. Осымен 2-де 1 шөтпен Рүстем жеңді. Құттықтаймыз қазақтың жігіттері. Бірақ Ербол жеңілді деп айтпаймыз. Сен де қара күш жарайсың, сен өте жақсы ұстадың. Әсіресе қойларды. Бірден ішкен ма, налашы? Ол өзін нәрсесін шетін. Сен өзін нәрсесін шетін, дұрыс па? Енді сондай ішкен деп тұрдың. Ай, жарайсың қазақтың жігіттері. Ринат бауырымызға, Ринат бауырымызға алғысымыз шексіз. Ринат ағамызға, бауырымызға көп рахмет. Осындай керемет шығарылым болды. Ал сіздер лайк таямаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Кім мықты болды, қалай болды, мүмкін сіздер бұдан да мықты шығарсыздар, дұрыс па? Инстаграмға тіркеліңдер, подписка жасаңдар ютубқа. Біз осыны аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Көп рахмет.